Сіздерге тағы да бір лайфхак көрсетейін деп едім, яғни сөйлеген сөзді мәтінге айландыру. Ол үшін браузерді аштық, Google переводчикті ашамыз. Переводчиктің терезесі ашылады. Микрофон белгісіне басып, қажетті сөзді айтамыз. Курс мазмұны: бағдарламалау сабақтары, құрастыру практикасы және жарыстарға дайындалу техникалары. Мінекей, біздің жаңа сөйлеген сөзіміз дайын болды. Копировать етеміз, Word'ды ашамыз. Қойып аламыз. Қажетімізше редакциялаймыз. Келесі әдіс Google документ арқылы жазу. Ол үшін браузерге кіреміз. Өз аккаунтымыздың жанында тұрған сеткаға басамыз. Басқаннан кейін Google документ тауып аламыз. Плюс белгісіне басамыз. Енді осы жерде міне инструменті деген жер бар. Инструменті деген жерге кіреміз де голосовой ввод дейміз. Осы жерге бір картинкамен мәтін әкеп алайын. Осы картинкадағы мәтінді оқитын болам қазір. Светит солнце, на небе нет облаков. Мы с друзьями собираемся в лес. Көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай кедергісіз сөйлеген сөзіміз мәтін болып түсті. Бірақ мына Google документтің бір ерекшелігі, кемшілігі бола ма екен? Енді қазақша, дәл осы Google документке қазақша өсіп жаза алмаймыз. Тек қана орысша немесе басқа тілде көрсете аламыз. Қазақша жазу үшін бастапқыда көрсетілген Google переводчикті қолданамыз. Ал енді жасап көріңіздер. Істеріңізге сәттілік. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.